Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Бүгін біз видеомызда адамның басына қатысты тақырыптарды айтатын боламыз. Өткенде біз видео түсірген едік. Адамның басының анатомиясын, сүйектеріне тоқталған едік. Енді біз бүгін адамның басында шофтар бар деп айтқан едік. Соларға тоқталамыз. Остеопаттардың, жалпы остеопат мамандарының жұмыс жүргізетін точкалері дейміз ғой, яғни соларды айтамыз. Және де адамның басы шофтардан тұрады деген едік. Соларға тоқталатын боламыз. Және де остеопат маманы баспен жұмыс жасаған кезде қандай көмек бере алады, соларға нақты тоқталып айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Өте керекті ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біз айттық, адамның басы 23 сүйектен тұрады дедік өткенде. Сол сүйектер әрбіреуі өзінің жалғанған, былай айтқанда жалғаулар болады. Шофтар дейміз ғой. Шофтар деп айтылады. Бұлардың да өзінің атаулары бар. Мынау ең үлкен шофтардың бірі біздің теменной сүйектің, екі сүйектің ортасындағы затылочный кость пен лобный косттің ортасында шоф. Стреловидный деп айтады. Сагитальный шоф деп те айтады. Одан кейін мына жердегі шоф. Былай ұстайын. Мынау затылочный кость. Мына жерде лямбдовидный шоф деп айтылады. Мынау былайынан қарағанда. Міне, лямбдовидный шоф. Так, мынаны стреловидный дедік. Міне, мына шоф. Мынау коронарный шоф. Теменной мен лобный косттің ортасындағы. Бұл мына жерде мысалы біздің самайымыздағы екі височный шоф. Бұл височный кость, височный шоф. Бұл шофтарды не үшін айтып жатырмыз? Адамның басы демалып тұрады, былай айтқанда. Біздің басымыздағы ликвор деген сұйықтық бөлініп, әр сүйек, әр шоф өзі қозғалыста болады, айтқанда. Былай көтеріліп, ашылып, доли миллиметр сондай бір ойнап тұрады. Осы бастың түрлі шофтар, кейде сүйектер блокировка болып қалады да, жаңағыдай қозғалысы болмай қалады, былай айтқан кезде. Сол кезде осы шофтармен жұмыс жасау керек болады. Яғни жайлап ашу керек болады. Оны остеопат мамандар жүргізеді. Ол неден болады? Түрлі жағдайдан болады. Және де мына балаларда әсіресе босанған кезде, туылған кезде родовой травма болып жатады. Родовой травма деген нәрсе, жатырдың ішінде бала қысылып қалады. Бала шығатын кезде көбінесе мына затылочный кость пен мына жерінде блокировка болып ішке қарай кіріп, мына сүйек. Мына жерде өткенде айттық, бізде нерв бар. Мышцелковый канал бар мына жерде. Ода подъязычный нерв болады, соны қысып қалады. Бала көп сөйлей алмайтын содан. Одан кейін біздің басымызға баратын иеромное отверстие деген бар мына жерде. Затылочный кость пен височный косттың жалғанған жерінде. Міне. Бұл жерде түрлі нервтер өтеді сонымен бірге. Осының барлығы бала травма алған кезде, родовой травма, босанған кезде түрлі жағдайда осыған зақым келеді, осы сүйекке. Сол жаңа айтқан осы жердегі барлық нервтерге зақым келеді да, балада родовой травма болады. Баланың тілі шықпайды. Оның себебі өте көп. ЗРР деп атады, жаңағы баланың тілінің развитиясы речевой дамымай қалғанда, немесе психический жаңа баланың дамымай қалуы. Яғни былай айтқан кезде кислородное голодание деп айтып атады. Осының барлығы осы сүйектерге зақым келгеннен, травма болғаннан, родовой травма болғаннан. Бұның барлығымен остеопат мамандары жұмыс жасайды. Мына каждый сүйекпен біздер жұмыс жасаймыз. Және де мына жерде 4 сүйектің қосылған жері бар. Енді остеопат маманының жұмыс жасайтын нүктелері бар. Біз айттық, барлық бас сүйектермен жеке-жеке отырып жұмыс жасалады. Травмаға байланысты алған адамның. Мынау клиновидный сүйек пен височный сүйек,
мына жерде лобный, теменной төртеуінің қосылған жері бар міне. Бұл жерді, бұл нүктені птерион деп айтылады. Мына жерде үшеуінің қосылған жері бар. Бұл астерион деп айтылады. Теменной, височный және де затылочный кость. Үшеуінің қосылған жері астерион деп айтылады. Одан кейін біздің маңдайымызда бар. Глабелла деп айтылады. Оның астында назион. Одан кейін гонион, гнатион, простион деп айтылады. Мұрынның астында. Сосын міне затылочный костьта біздің шошайған шошақ жері бар, сүйек. Инион деп айтылады. Так, одан кейін мына жерде инионның үстінде теменной мен затылочный косттың лямбда дейді, қосылған жері, точкасы. Мына жер брегма, большой родничок дейді. Жаңа айттық, балаларда мына жерінде тоже шов болады. Метапический шов деген. Лобный кость бара-бара бірігіп кетеді балаларда. Қысқаша айтқанда осындай шовтармен, осындай точкілерден тұрады. Осының барлығымен біз жұмыс жасаймыз. Жаңа айтып кеткендей. Енді сонымен бірге остеопат мамандары адамның басы травмалады, соққылады. Мысалға өткенде біз сондай бір адамдарды қарадық, травма алған бастан. Сол травмамен де жұмыс жасаймыз. Мысалы, сіз жағыңыздан травма алсаңыз, жақ мына височный сүйекпен жалғанғанда, осы сүйектерді қалыпқа келтіріп, мынау блокировка болады, дұрыс жұмыс жасамайды, содан адамның бас ауыратын болуы мүмкін да. Осы сүйектерді қалпына келтіріп, сол алған травманың орындарымен жұмыс жасау керек. Біздің алған травмамыз сүйекте қалып қояды. Остеопат мамандары сол сүйекпен біз жұмыс жасаймыз. Внутрикостный техники дегендер жасалады. Әрбір сүйекпен, әрбір алған травмамен біз жұмыс жасаймыз. Мейлі ол родовой травма болсын, мейлі ол кейін пайда болған алған травма болсын, сынған болсын, біз соның бәрімен жұмыс жасаймыз. Мына көп адамдар болады, осы жерде айта кетейік. Көп адамдарда бас ауруы болады. Басы ауырып, ішпеген дәрісі қалмайды, жүреді. Мына бас ауыратын адамдар болады. Басы ауырып, күнде дәрі ішіп, бас ауруы қоймай жүрген адамдар болады. Бізге де сондай адамдар келді. Баспен жұмыс жасағаннан кейін, каждый шовтармен, каждый сүйектермен жұмыс жасағаннан кейін бас ауруы қояды, кетеді. Өйткені адамның басында застой болуы мүмкін. Көбінесе спортсмендерде болады. Біздің басымызға қан келеді да, кейін қарай шықпайды. Сол үшін мына біздің басымызда, бастың ішінде венозный синусы деген бар. Венозный синусы деген кішкентай веналар. Ода клапан болмайды ол жерлерде. Адамның басындағы веналарда клапан болмайды. Сонымен басқа түрлі жаңағыдай келеді, сұйықтық қанымыз, сосын баста застой болып қалып қояды, кейін қарай кетпейді. Бастың ауруы содан болады. Біз сол венозный синуспен, баспен жұмыс жасаймыз. Бастың сүйектердің астындағы каждый венозный синуспен тамырлармен жұмыс жасаймыз. Содан бізге келген кезде, сол жұмыстар жасалған кезде, адам былай айтқанда демалып, рахаттанып қалады. Былай айтқанда адам не істейді? Жаңағыдай шаршағаны басылып, сондай бір жақсы сезімде болады да, тынышталып, осы венозный синустарды ашып, венозный синустармен, шовтарды ашып, венозный синустармен жұмыс жасағаннан кейін. Және де тағы да остеопат мамандарының жұмыс жасайтын біздер жұмыс жасайтын тағы бір мәселе. Біз айттық, адамның басында нервтер бар дедік. 12 парный нерв бар адамның басында. Көбінесе балалардың тілі шықпай жүреді, біз бір видеомыз айтқан едік. Ол подъязычный нерв мына жерде қысылып қалады, мышцелый каналдағы. Соны ашқан кезде баланың тілі қалыпқа келе бастайды. Біз нервтермен де жұмыс жасаймыз. Және де лицевой нерв бар. Адамның беті жаңағыдай салқыннан, түрлі нәрседен, травмадан болуы мүмкін. Кейде бетіміз бір жаққа қарай қисайып кетіп жатады. Ондай кезде бірден остеопат маманымен жұмыс жасау керек. Сол кезде қалпына келеді. Бетте біздің точкалар бар мына жерде.
міне лицевой нервтің шығатын жерлері бар бетімізде. Мына жерде, мына жерде, міне анда да. Мына жерде, мына жерде, мына жерде. Лицевой нерв осы жерлерден шығады. Кейде адамдардың ұстаған кезде осы жерлері қатты ауырып жатады. Біз тексеріп ұстаймыз, тесттер жасаймыз. Сол нервтерді қалпына келтірумен де біз не істейміз, айналысамыз. Жалпы айтқан кезде остеопат маманның жұмыстары осындай. Адамның басымен біз осындай жұмыстар жасаймыз.